барлығын айтады. Әрине біздерде мына қайырымдылық деген нәрсе бар, бірақ қайырымдылығымыз қайыршылыққа келіп жатқанда жағдай бар. Неге? Біз жатып ішкіміз келеді. Оны Аллах та қаламайды. Еңбек ету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уақытында бір кісі келді дейді. Мен жағдайым жоқ, мен осындайым, үйімде ішетін асым жоқ деп. Сосын айтты дейді да, сен өз үйіңде не бар? Балта бар ма? Алып кел. Арқан бар ма? Алып кел деп айтты дейді да. Үйінде не бар? Бір нәрсе алып кепті ол үйінде, барын. Алып келді да, сосын айтты дейді, мынаны кім сатып алады деп ше, біреуге сатты дейді оны 1 динарға. Сөйтті да, базардан бір балтамен жіп әперді дейді. Осымен барып отын шауып алып келді, жағдайын жаса. Бұл не нәрсе? Біздің жағдайымызда кісіге балық берме дейді, балық аулайтын қармақ бер дейді. Осы сияқты нәрсе да. Ал біздің мемлекет халыққа ақша берудің керегі жоқ. Жақсы, көп балалы анаға берсін, мүмкіншілігі шектеулі жандарға берсін. Ал дені сау адамға жұмыс орнын ашу керек, кәсіптендіру керек. Мемлекеттің де бұған бір ойлары бар, бірақ та ол ешқайсысы іске асып жатқан жоқ. Себебі оның механизмі дұрыс емес. Мәселе осы жерде да. Ой бар, жоспар бар, бірақ оны белгілі бір деңгейде істеп жатқан жоқ. Қаражаттың барлығы негіз сосала құйылып жатқан жоқ, далаға кетіп жатыр да. Мысалы, Кореяның дамуында қараңыз, үлкен өндірістерді ашты, сояға жұмыс орнын ашты, халықты әкелді. Істеңдер, жасаңдар, байыңдар деп ше. Ал біздерде кәсібі жоқ қой. Мысалы, Қазақстанда неше мекеме ашылды. Неге олар жабылды? Өйткені сияқты өйерде жұмыс істейтін адам жоқ. Сондықтан бірінші маманды дайындау керек, сосын кейін бар заводты ашу керек та. Сол кезде ғана біздің істеріміз ілгерілейді. Енді қазір қараңыз, мына жақтың нәрсесінде, бағана да айттық. Халықта жұмысқа жетіспеушілік көп. Жұмыс күші жетіспейді. Сол үшін шетелден қаншама адамдар келіп жұмыс жасап жатыр да осы жаққа. Өздері міне бірде біреу бос емес, бос жүрген халықты көрмейсіз. Бәрі жұмыспен қамтылған. Әрине бұл жерде не нәрсе көрсетеді? Олар қара жұмысшы болғысы келмейді. Сол үшін оқиды, тырмысады, түседі, жасайды, жақсы жалақы алғысы келеді. Бірақ та бұл жақта да жаңағыдай нәрсе да, өзінің шамасы оған жетпесе, ол сол қарапайым жұмысшы болып жүре береді. Неге ол керек? Ол бұрын Совет үкіметінде бізде жақсы бөлінген, 9-шы классқа дейін оқыған балалар, 9-шы класста барлығы оқымаған балалардың барлығы училищеге кетеді, мамандығын алады, жұмыс күші бар орта, Одан кейін барып ең оқыды деген адам ғана жоғарғы оқу орнына түседі, ол басшылыққа барады. Әрине бұл дұрыс заңдылық та. Оқымағаннан не пайда деген сияқты да. Ал қазір біздің оқығанымызда, оқымағанымызда мектеп бітіріп университетке түседі. Енді жұмыс жоқ кезде бәлкім бұл да бір дұрыс нәрсе шығар, білім алсын деген. Бірақ та олар білім алатын университеттің жағдайы бар ма? Мысалы, біз оқыған кездегі университеттің ректорларының барлығы академиктер болатын. Шын академик болатын, ақшаға сатып алған емес. Олар кәдімгідей тұлға болатын. Олардың мектептері қалыптасқан болатын да, біз айта алатынбыз. Профессор Шайхудинов академик, академик Сағадиев деген сияқты да, бәленбай докторы бар, бәленбай кандидаты бар деп ше. Қазір сіз қайсы ректор танисыз? Айта аласыз ба? Немесе оның жазған тақырып жайында айта аласыз ба? Жоқ қой. Мысалы, әдебиетте кімді? Кәкішевті айттық, мысалы. Нұрғалиевтарды айттық. Шәкірттері бар ғой бұлардың. Бар. Мектеп бар. Экономиканың өзінде қаншама біздің ағаларымыз болғанда, қазір жоқ қой. Неге? Тұлға жоқ. Мысалы, бұрын біз университетте оқып жүрсек те, политехта барып, үлкен жазушы ағаларымыз лекциясын тыңдау үшін Казгуға баратынбыз. Немесе біздің политехта сабақ берген Ақжан Машанов, Әл-Фараби танушы атамыз. Соның лекциясын тану үшін АГУ-дың, Казгудың балалары келетін да біздің политехқа да. Сонда бұл жерде не нәрсе бар? Біз рухани дүние алу үшін басқа бір жаққа баратынбыз, бірақ техникалық білім алу үшін сол университеттің студенттері осы жерге келетін. Ғылымға деген сыйластық бартында қазір біздерде жоқ. Мысалы, экономиканы бітіріп жатыр. Сіз сұраңызшы, сен осы экономиканы бітіріп жатсың. Экономикада осы Қазақстанда қай ғалымдарды айтасың? Кімнің кітабын оқыдың деп сұраңызшы. Айта алмайды олар. Себебі тұлға болатындай, немесе өз танымал болатындай, оның не еңбегі жоқ, не тағы басқа нәрсе. Бұл не нәрсе? Бұл жалған ғылым. Неге де бізде шынымен ғылым болса, біз неге бір карандаш ойлап таппадық осы кезге дейін да? Машина, самолетті біз айтпай қояқ та. Және де ғылым табандылықты қажет етеді.
бәлкім сен оған 5 жыл жібересің, оқу үшін ғана, оны іске асыру үшін 15-20 жыл жібересің да. Мен жоқ деп айта алмаймын, бәлкім біздерде жақсы ғалымдар бар шығар жаңалығымен да. Бірақ олардың барлығы менеджер емес қой, өзінің жаңалығын апарып өндіріске кіргізетін. Сонда бұл не айтады? Біздің өндірісіміз бір жақта, ғылымымыз бір жақта. Екеуінің арасы қосылмайды, екеуі екі жақта. Не өндірісімізге жылда жаңалық жоқ, ғылымымызға тапсырма жоқ. Иә. Енді оны қосу үшін не істеуге болады? Ол үшін мемлекет, мысалы, бәленбай грантқа оқуға бөледі, мемлекет грантты ғана бөлмеу керек. Мемлекет өзіне келетін тақырыпты да бөлу керек та. Мысалы, шетелде сен университетке түспес бұрын тақырыбыңды жазасың. Сен бакалаврлық жұмысты қай тақырыпта жазасың. Соған байланысты саған профессор қол қояды, мына тақырыпты мен жетекші боламын деп. Сосын бар университетке қабылданасың. Егер де тезис дейді ғой, соны жазып бермесең, оған профессор қол қоймаса, сен ешқандай университет алмайды. Сондықтан көрдіңіздер, о жерде мектеп қалыптасқан. Сол профессор сол институтта отыр деп айтады, студенттер соған көбірек барады. Сонда мемлекет университетке ақшаны қай жерге көбірек барады, қай жерде студент таңдады, қай жақта тақырып ашылып жатыр, мемлекет сол жаққа қарай береді грантты. Мысалы, Қазақстанда да 5 аграрлық университет бар да. Бірақ анаған береді, қай жерде таныс көп, сол жерде бала көп оқиды, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Германияда да 5 аграрлық университет бар да, бірақ экономистердің көбі Штутгарт қаласында оқиды. Неге? Өйткені сол жерге экономистер көбірек шоғырланған және жақсы ғалымдар топтасқан бір жерге да. Сол үшін балалардың бәрі ана ғалымның студенті болғысы келеді. Соған бола университет таңдап барған үшін экономикалық мамандықтың гранты сол жаққа түседі. Ал енді сиыр шаруашылығына байланысты Гекинген қаласындағы аграрлық университетке барады. Неге? Өйткені сол жерде сол мал шаруашылығына қатысты ғалымдар көп. Балалар ананың оқушысы болу үшін сол университетке барады. Яғни ол профессордың айлық жалақысы көп болады. Неге? Өйткені оны таңдаған студенттер көбірек. Жерімнің топырағы мынау. Сіз маған айтыңызшы, мына жерге мен картошка егейін ба, капуста егейін ба, бидай егейін ба? Біздің ғылыми зерттеу институтына айта алмайды. Әрине ол Германияда тұрған кезде 30 литр сүт берген сиыр бізге келгеннен кейін 10 литр сүт бермейді. Өйткені оның тамағы сол нәрсеге жету керек, оның күнделікті жейтін тамағы витамин жеткен кезде ол сондай нәтижедегі сүт береді. Егер өзіміздің қоралымыздағы сиырға біз сондай тамақ беретін болсақ, біздің де сиырлар сол сүтті береді. Сол Қарағандының жеріне виноград өсірді, алма өсірді, апельсин барлығында өсірді да. Бұл не нәрсені береді? Ғылыммен айналысса нәтижесін шығаруға болады.